Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен бірге өте дәмді әрі жұмсақ пісетін бауырсақтың рецептімен бөлісемін. Ол үшін шұңғыл ыдысқа суымызды, қантымызды және дрожжімізді салып, жақсылап араластырып, көтерілгенше 10-15 минутқа бетін жауып қойып қоямыз. Тұнбамыз дайын болғаннан кейін үлкенірек ыдысқа сүтімізді құямыз. Үстіне жаңағы дайын болған тұнбамызды құямыз. Содан кейін майонезімізді саламыз. Кейін сұйық май мен тұзымызды қосып, жақсылап араластырып аламыз. Келесі кезекте бізде ұнды міндетті түрде ситадан өткіземіз. Әр ұнның тығыздығы әртүрлі, сол себепті әр өткізген сайын араластырып отырыңыздар. Соңына қарай қолымызбен масланы тестамызды араластырамыз. Және де тестаны көтерілуге қоймас бұрын қолымызды сұйық майлап алып, тестамызды тағы бір қайтара басып жібереміз. Сонда тестамыз көтерілген кезде ыдысымызға жабыспай әдемі болып көтеріледі. Бетін целлофанмен немесе пищевая пленкамен жауып, жылы жерге қойып қоямыз. 1 сағат, 1,5 сағатқа. Қараңыздар, тестамыз өте жақсы көтерілді. Ендігі кезекте біз жылы су құйып алып, қолымызды сулап жылы сумен қамырымызды қайта бір рет жақсылап тұрып басып алып, тағы да бетін жауып жылы жерге қойып қоямыз. Қамырды бірнеше рет басқан сайын бауырсақтың тығыздығы да сондай қалың болады. Мынау бізде жылы сумен басқаннан кейін көтерілген қамырымыз 2 есеге көтерілді деп айтуға болады. Енді қамырымызды дайындау үшін тегіс жерді ұнмен сеуіп дайындап аламыз. Үстіне қамырымызды жайып, қамырымыздың үстіне ұн сеуіп, оқтаумен әдемілеп тұрып басып аламыз.
Қамырымызды жайғанда қалыңдығы 1 сантиметрдей болу керек. Сонда бауырсағымыз көтеріліп әдемі болып пісетін болады. Көріп тұрғандарыңыздай, мен шыны бокал алдым. Оны ұнға малып алып, бауырсағымның формасын келтіріп жатырмын. Сіздерде әртүрлі пішінді бокалды алуға болады. Бауырсағымыздың пішінін келтіргеннен кейін оны жайып, бетін жауып 20-30 минутқа көтерілгенше қойып қоямыз. Енді бауырсағымызды пісіреміз. Табаға майымызды құйып, қызғанша күтеміз. Қызғаннан кейін бауырсақтарымызды салып, әп-әдемі сарғайып піскенше пісіріп аламыз. Бауырсақтың астын қатты қыздыруға да болмайды, себебі көтерілген піскеннен кейін оның ортасы шикі болып қалуы мүмкін. Сол себепті басында табамызды қыздырып аламыз, кейін астын жай басып, екі жақтап бауырсағымызды пісіріп аламыз. Міне менде осындай өте жұмсақ әрі дәмді бауырсақ шықты. Үйлеріңізде пісіріп, дайындап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын.